көңіл-күйлеріңіз жақсы ма? Жақсы, тамаша. Ендеше сабағымызды бастайық, балалар. Көңілімізді ерекше сабақ. Сол себептіден бар білімімізді көрсетіп, жақсылап атсалысайық. Жарай ма? Келе қойыңдар балалар, мына жерде топқа бөлуге қазақ ойын дайындап қойдым. Сол бойынша топқа бөлінеміз. Қанекей? Бірінші топ мұнда отырады, екінші топ келесі топқа өзінің отыра қояды. Біз қазір қай программамен жұмыс жасап жатырмыз? Қанекей? HTML-де не жасап жатырмыз? Блокнот, HTML, тамаша. Тамашалар, менің қолымда бағалау парағы, әр тапсырмаға 2 балдан өздеріңді бағалап отырасыңдар. Топ-басшыларын сайлағандар. Топ-басшыларын кім болады? Сайлағандар. Ендеше балалар, үй тапсырмасын сұрайық. Қанекей? Бұл көтереміз. Кім жауап береді? Бірінші сұрақ. Кесте яшығын анықтауға арналған тег қайша? Тегі. Келесі сұрақ, Нұрсат? Кестенің атауын анықтайтын тек бізде каттер. Келесі. Ал қашығы? Кестенің тақырыбын анықтайтын тек тағаш. Келесі сұрақ, кесте жолын құруға арналған тег. Кесте жолын құруға арналған тег Т. Ең соңғысы? Еркенас? Дұрыс па? Келесің ба? Дұрыс. Table тегі бұл HTML кестесін анықтайтын тег. Кәнекей балалар әркім өзінің жауабын қарап отырсын. Егер жауаптарымыз дұрыс болса, өзімізге бір-бір балдарымызды қоямыз. Тамаша, жарайсыңдар. Балалар, бүгінге біз қандай программамен жұмыс жасап жатырмыз? Қанекей? HTML-де кесте құру үшін бірінші қай программаға орындаймыз? Блокнот қандай программа? Тамаша, жарайсыңдар. Енді қараңдар штаттағы балалар. Бұлғы суретте не болып тұрсыңдар? Мына жерде не болып тұрсыңдар? Кесте болып тұрсыңдар. Мына жерде не болып тұрмыз? Тегтердің атауы. Мына жерде? Қайда жасалған? Блокноттағы HTML аударғандағы шыққан тегтерден естесің. HTML-дағы кесте. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болмақ? Кестелерді құру. Тамаша. Бұл жерде мен сендерге не үшін дайын кестені қойдым? Бұл өзіміздің өткен сабақтағы инноваттың құрған кестесі, оқушының HTML-ді құрған кестесі. Яғни бүгінгі сабағымыз, яғни өздерін практика жүзінде кесте құрасыңдар. Жарайды. Балалар, енді дәптерімізді ашамыз, күніретін жазайық. Қанекей, бүгінгі күніретін жазып қоямыз, тақырып жазамыз. Бәріміздің бағалау парағымыз бәрі бар ойы? Оқу жазу құралдары алғыларын алғаламыз. Балалар, сендерге уақытты созбай бірден практикалық жұмыс табыстағым келіп тұр. Оқулықтағы 43-ші параграф 152-ші беттегі бірінші тапсырманы жеке жұмыс ретінде компьютерде орындауларың қажет. Қанекей? Бірден тақырыпты жазып алсақ, оқулығымызды алып компьютерге жайғасайық. Жеке жұмыс, бірінші тапсырма. Бірінші тапсырма не дейді? Жаңа құжат құрамыз. Құжатқа оқулықтағы берілгендей кестені енгіземіз. Ол үшін біз HTML тегтерін пайдалануымыз қажет. Және де кестенің өлшемі, чегінің өлшемі 5, түсі қызыл. Қанекей? Бірінші тапсырманы орындаймыз.
Айша, мұндағы border дегеніміз не? Table border. Бұл бізде осы шыққан бірінші яшық пен екінші яшықтың размерін көрсетеді. Өлшемін ба? Өлшемін размерін. Бізде негізі мысалы басындағы мысалда 1 деп көрсетілген. Оған ұқсастырып бізде берілгенде 5 деп өлшемін 5 деп алынды деп жазды. Яғни ол несі? Кестенің жиегінің өлшемі, иә? Кестенің жиегінің өлшемі. Border color? Border color бізде осы кестенің түсін қызылға қою деген сөз. Түсі, тамаша. Border color кестенің түсін red деп алып жатырмыз, иә? Жақсы. Не үшін байланылады? Бұл бізде берілген кестенің басынан бастап бізде если table шрифті Table. Не үшін пайдаланылады, балалар? Кесте қою үшін, иә? Жақсы. Нұрсат? Кестені қай программада жазып жатсың? Құру үшін, HTML-да құру үшін? Мен бірінші блокнотта жаздым. Блокнотта жазып жатсың. Жақсы. Қалай сақтаймыз? Бақберген? Осы жазып жатқан Файлды басып, басқаша сақтауды басып, одан кейін мында файл атына файлдың атын жазып, HTML ретінде сақтаймыз. Тамаша. Жақсы. Айша аяқтадық па? Қалай сақтаймыз? Ең бірінші файлға кіріп сохранить как көреміз. Сосын кесте құру деп атын қоямыз. Ағылшын тілінде болып жатыр. Точ ағылшын тіліне қойып, Кеңейтілімін қалай сақтаймыз? Кеңейтілімінде .html нүктеден кейін кеңейтілім жазылады. Файл атауын пайдаланушы. Және тип файлға қосамыз да сохранить етеміз. Қанекей, ашып көрейік. Кесте құру. Сонда көзе жауабымыз шығады. Жақсы. Тамаша. Қанекей, енді HTML-да сақтап, Аша. Тамаша, жарайсың. Орның отыра ғой. Аяқтаған оқушылар. Тамаша, Бақберген, Нұрсат, Айша, Жаннұр, тамаша. Ақерке кішкене қателіктер кетіпті, иә? Қанекей? Сен түсті белгілемеген екенсің, иә? Отыра ғой. Қане, балалар? Еркенас, жарайсың, Бауыржан, жарайсың. Тапсырманы аяқтағандар 2 балл. Егер қызыл түс жиегімен шыққан болса, 2 баллмен белгілейміз. Боламыз. Тапсырма ретінде екінші тапсырманы орындаймыз оқулықтағы. Кім жылдан қай топ бірінші орында шығады екен? Бұл жерде оқимыз. Не берілген екен? Инабат, екінші тапсырмада не берілген? төмендегі кілттердің құжатқа енгізіңдер, орал сілтеу нәтижесін көріп түсіндіріп беріңіздер. Сендер топтан кім бірлесіп тегін жазып шығу көресіңдер? Кім бірінші? Сендер топтан бір адам. Топтасып, ақылдасып жазыңдар тегін. Қанекей. Қарамыз топпен жұмыс жасаймыз. Мына сұраққа дайындала беріңдер, түсіндіріп беріңдер. Балалар, осы жерде ChatGPT-ді қолдансам болады, оя жасам деңселердің, иә? Қанекей, басқалардың әртүрлі ақпарат іздеңдер, ал бір оқушы барып тектерді компьютерге жазсын. Бір оқушы компьютерге жазсын, қалғанымыз жасанды интеллект, түрлі жасанды интеллект бар ғой. Соны екінші тапсырманы жасанды интеллекттен сұрайықшы. Кімге қалай жауап береді екен? Қанекей. Қай
soğan 2 balл. Kaneki bak bergen topshirmalar o'rindaldimi? Tamosha, jaraysin. O'tira qo'yadimi? Aysha, senga Бұл жерде осы тапсырмада бізде 5-ші кестенің қызылға боялуы туралы белгіленген болған. солай деп жазылып тұр, иә? 3-ші яшық. Осы 5-ші яшық қызыл түске бөгіп болады, қызыл түске Боялып. Жарайсын, o'tira qo'y. Тамаша. Екі топта өздерінің 2 балымен бағалап қойсын. Балалар, kaneki жасанды интеллекттен сұрадық па осы тапсырма бойынша? Қандай ақпарат берді? Kaneki яғни бізде бұл кестедегі негізгі тектер, яғни table кесте болады. Border 3, яғни бұл кестенің қалыңдығы. Бізде компания яғни оның ішіндегі бос орын BG кола дегеніміз ол кестенің түсі, ал clear дегеніміз кестенің бір жолын анықтайды, ал CD дегеніміз ол яшықты, яғни бірінші яшық және екінші яшық. Бұл жерде шығатын нәтиже, яғни бұл код 2 бағаннан тұратын бір кестені құрап береді. құрап береді, және де 5-ші яшықты қандайға? Қызыл түске. Жарайсыздар. Kaneki мына топтан, екінші топтан кім сөйлейді? Жалпы бұл жерде table, яғни бұл текті құру үшін, яғни кесте құру үшін қолданылады, және бұл жерде программа бойынша border 3, яғни ол кестенің шеткі жиектен қалыңдығы 3 пиксель деген сөз, ал kelpering 10 бұл жерде кестенің яшықтардың ішіндегі мен шет арасындағы бос орынның 10 пиксель екенін көрсетеді. Және бұл жерде 1-ші, 2-ші яшық берілген, және бұл жерде 5-ші яшық рет, яғни ол Қызыл түске боялады. Және нәтиже бойынша біраз өте 3 яшықтан тұратын бір жолдық кесте пайда болады. Және оның шеткі қалыңдықтары 3 пиксель, және оның яшықтардың ішіндегі бос орын 10 пиксельді құрайды. Балалар, kaneki әр топ өздерін бағалап қойсын. Топташылар бағалап отырамыз. Келесі тапсырма балалар. Бұл жерде жұптық жұмыс. 3-ші тапсырманы ашамыз. Оқулықтағы практикалық жұмыс. Құжатқа төмендегі кесте үлгісі бойынша енгізіңдер. Екеуің бір жұп боласыңдар. Ақерке мен Жаннұр. Нұрсат жалғыз боласың. Kaneki компьютерге жылдам. Еркеназ, Айша екеуің бір жұп. Инабат пен Бауыржан бір жұп. Kaneki қай жұп жылдам осы тапсырманы орындап шығады екен? Бұл тапсырмада не берілген балалар? Сабақ кестесін құру. Kaneki кім тектерді дұрыс қабылдап орындап шығады екен? Жұп-жұптарымызды отырамыз. Kaneki не қыздар? Біз кестелерімізді құрып, тектер арқылы біз кесте құрып тұрғызған болатынбыз. Сабақ кестесі құрылды, иә? Жақсы. Ана күлгін түсті өздерін таңдадыңдар ма, әлде оқулықтағы берілген тапсырма бойынша ма? Түсті өзгертуге болады ма? Иә, болады. Тамаша. Жақсы, жарайсыңдар. Тамаша, орныңызға барамыз. Нұрсат аяқтатқа? Нұрсат бізде жалғыз жұмыс жасап жатыр. Kaneki. Kaneki, Nұрсат. Жарайсың, тамаша. Өзіңді бағалап қой, орнына жайғасқан болады. Сабақ кестесі құрылды ма? Тамаша. Жарайсыңдар, өздеріңді бағалап қойыңдар. Бізде бір жұп қана қалып қойды. Kaneki. Кішкене ауытқулар бар екен, тектерді дұрыс пайдаланбағаннан. Кестеміз кішкене қателіктерге
ой алдырыңдар. Қанеке отырағандар балалар. Балалар келесі тапсырманы орындаймыз. Мен сендерге қазір сәйкестендіру кестесін беремін. Бұл тапсырма да бізге жүктік жұмыс. Қай жүк? Жылдам тектердің атауларын шатастырмаймыз қызметімен. Осы кесте құру үшін бізде қандай тектер пайдаланылады? Сол тектердің бәрі осы сәйкестендіру кестесінде бар балалар. Ойланып, қатесіз боламыз. Кәнеки, қатесіз орындаймыз. Бірге жүкпен жұмыс жасаймыз. Жоқ, сәйкестендіріп сыза береміз балалар. Бұның тапсырмасы 10-10. 10-10 тамаша жарайсыңдар. Бақ берген өздерің бағалап қой. Енді бізде Аки мен Жанардың тапсырмасы оларда 10-нан 8-і. 10-нан 8-і жарайсыңдар. 10-нан 10-ы 2 балл. Балалар? Айшаның тапсырмасында біреу қате болған соң 10-нан 9 болды. 10-нан 9 балл. Жарайсыңдар, Айша? Бауыржан мен Инабаттың жұмысында 10-нан 10 балл бәрі дұрыс. Жарайсыңдар, тамаша. 2 балдан бағалап қойды. Балалар енді қорытынды ретінде мен сендерге тест жұмысын бермекпін. Бұл тест жұмысын жеке орындаймыз. Жылдамдық керек, тапсырмалар қиын емес. Осы аштырмай кесте құру үшін қандай тектер пайдаланыламыз? Көбінесе тектер. Бүгін тектермен өте көп жұмыс жасадық. Сол себептен сендерге қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Кәнеки, көршілеріміздің тестін тексерейік. Жауабы тақтада балалар. Қане тексереміз. Қашаға? Бізде Нұрсәтті бағаладым, Нұрсәтті 15-тің 14-і. Әрге 15-тің 12-сі дұрыс. Нұрсәт? Мен Мақбергенді бағаладым, Мақбергенді 15-тен 15-тен 12. Жаным? Мен Аметке бағаладым, бұл жерде 15 тұрақтың ұшына жүктір шығу. 10-шы тамаша. Бауыржан? Менде Инабат 15-тің 14-ін дұрыс берді. Жақсы. Бауыржан 15-тің 12-сі. Жарайсыңдар, тамаша балалар. Мақберген? Мен Қаршығаның жұмысын тексердім. Қаршығаның 15-тің 10-шы дұрыс. 10-шы дұрыс. Жақсы. Балалар бұнымен көрсетеді. Аштырмайлы тектерді дұрыс қолдануды білеміз ғой, балалар? Тамаша, жақсы. Тапсырмалардың бәрін орындап бітсек, үй тапсырмасын жазып аламыз. Үйге тапсырма 43-ші параграф 153-ші беттегі 4-ші тапсырма. Яғни фонға сурет қою. Кәнеки балалар, енді осы кесте құру тақырыбы бойынша кішкене қорытындылап кетейікші. Кестенің негізгі денені сақтау үшін қандай деп қолданылады? Субодиция қолданамыз. Тамаша, жақсы. Балалар, кестеде бірнеше бағанды біріктіру үшін қандай атрибуттар қолданылады? Кәнеки, Бауыржан? Қоспан тек пайдаланылады. Қоспан тегі ма? Бірнеше жолды біріктіру үшін қандай атрибут қолданылады? Кім айтады? Ал? Кестеде бірнеше жолды біріктіру үшін Merge-Rows атрибутты қолданылады. Тамаша, отыра ғой. Кәнеки, балалар тапсырмаларды орындап бітсек, топ басшылар. Нұрсат, жылдам толыңыздар. Бізде бүгінгі сабақта 8 балл алды, яғни оған 4. Ағайетке бізде 8 балл алды, яғни оған 4. Мақберген бізде 9 балл алды, оған 5. Қаршыға бізде бүгін 8 балл алды, оған 4. Мен 8 балл алды. Өзіңе де 4 ба? Жарайсыңдар. Келесі топ басшысы. Бүгінгі сабақта Айша 10 балл алды, Еркеназ, яғни Айшаға 5, Еркеназ 9 балл алды, Еркеназға 5, Бауыржан 8 балл алды, оған 4, мен 9 балл алдым. Тамаша. Екінші топ тамаша жұмыс жасапты, балалар. Балалар, енді мен сендер ұялы телефондарын алыңдар. Қолдарыңа жылдам WhatsApp-тан
Keri байланыс жібердім. Сауалнама. Сол сауалнаманы толтыра қойыңдар. Бүгін практикалық жұмысты өте тамаша орындадыңдар. Сендердің топ басшыларын бағалау бойынша бүгінгі сабақта бірінші топтан бақ берген 5 деген баға беріліп, жарайсыңдар. Қалған топ мүшесі 4. Мында бізде Бауыржанда ғана 4 деген бағаға, қалған 3 қызымызда 5 деген баға. Жарайсыңдар, тамаша балалар. Сабақ аяқталды. Қош сау болыңдар.